Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз өте оңай ашытқысыз жасалатын шелпек дайындаймыз. Оған біз ұн, сүт, сұйық май, 2 жұмыртқа, қант, тұз қосамыз. Жылы сүтке қант пен тұзды қосып араластырып аламыз. Енді ұнға 2 жұмыртқаны қосып, одан кейін сұйық майымызды қосып, жылы сүтімізді қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Шелпегіміз ашытқысыз және де жасалу жолы да оп-оңай әрі тез піседі. Егер де сүтіміз аз болып жатса, онда тағы да жылы су қосуымызға болады. Міне жұмсақ қамырымызды енді жарты сағаттай жылы бөлмеге қойып қоямыз. Енді қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп, шелпегімізді жасаймыз. Әрқайсысын 70 граммнан бөлдім, сонда шелпегіміз орташа көлемде болады. Егер де сіздер үшін пайдасы тиіп жатса, онда маған тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып қойсаңыздар болады. Бөлінген қамырымызды домалақтап аламыз. Менде осы қамырдан 21 штук шелпек шықты. Қолымызбен үлкейтіп, тағы да 5 минуттай қойып қоямыз. Енді жұп-жұқа етіп нанын жаямыз. Майын жақсылап қыздырып алып, шелпегіміздің екі жағын 1-1 минуттан тез пісіріп аламыз. Қатты қызарып кетпеуі керек, сарғайғанша пісіреміз. Мінекей ешқандай содасыз осылай көтеріліп піседі. Шелпегіміз дайын болды, өте оңай әрі тез жасалынады. Айттарыңыз қабыл болсын, дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Жасап көріңіздер.